Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін уыз көжені бірге дайындайық. Уыз дегеніміз жаңа туған сиырдың 4 пен 8 күн аралығындағы сауылатын сүті. Уыз сүтке қарағанда сарғыштау, қою және де қышқыл дәмді болып келеді. Ал жасауды бастайық. Ең алдымен күрішімізді жақсылап тұрып суда жуып аламыз. Бізге көп зат керек емес, керегі күріш, су және де уыздың өзі және де бір ас қасықтай тұз керек. Ең алдымен үлкен ыдысымызға күрішімізді салып аламыз. Үстінен таза салқын суды құйып шығамыз. Ал енді осы кастрюлемізді отқа қойып, бір қасықтай тұз салып, күрішіміз толықтай піскенше қайнатамыз. Бізде күрішіміз толықтай пісті. Енді араластырып отырып, уызымызды құямыз. Араластыруды толыққанша піскенше тоқтатпаңыздар. Осылай қайта араластырып уызымызды құямыз. Араластыруды тоқтатпаңыздар, себебі егерде тоқтатып қалсақ, сүтіміз іріп кетуі мүмкін. Сондықтан қайта араластыра береміз. Толықтай піскенін білу үшін біз осы ожауды пайдаланамыз. Қайта сапырған кезде бізде ожауымызда сүт қалып қоюы керек. Және де біздің массамыз қоюлануы керек. Және де бір айта кететін жайт, осы уызымыз піскенше араластырып отырған кезде ішіңізден жақсы тілек дұғаларыңызды оқып айтсаңыздар, жақсы болып шығады. Осылай уызымыз қоюланғанша пісіреміз. Менде бір 10-15 минуттай уақыт өтті. Араластыруды тоқтатпаймыз, қайта араластыра береміз толықтай піскенше. Егерде араластырмасаңыз, сүттеріңіз іріп кетуі мүмкін. Сондықтан қайта араластырып отырып пісіреміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қоюланды. Енді отымыздың астын сөндіреміз. Және де су үшін осы ыдысқа қалдырсаңыздар да болады, немесе басқа ыдысқа құйып алсаңыздар да болады. Міне тоқтатпай араластырып отырып, ожаудың көмегімен басқа ыдысқа су үшін құйып алдым. Осылай қайта араластырып отырып, келесі ыдысқа құйып аламыз. Және де уызымыз сәл суығанша да араластырып, толықтай араластырып отырамыз. Міне сәл суығанша мен қайта ожаумен араластырып отырдым. Енді осыны әрқайсымызға кесеге немесе осындай сорпа ішетінге құйып береміз. Жалпы уызды ішкен кезде, уыз көжені ішкен кезде алдын ала Құран оқытылады. Солай ағымыз мол болсын деп Құран оқытылып ішкен жақсы. Ал міне біздің уызымыз дайын болды. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Келесі видеоларды кездескенше сіздермен бірге болған мен Диана. Және де егерде сіздерде тағы уыз қалса, осылай қатырып алсаңыздар да болады.